Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз әлемге танымал Шымбұлақ. Оқулықтың 136 бетін ашамыз. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз жаңа сөздерді меңгеру, жалпы есім мен жалпы есімді табу, жарнама жазу. Бағалау критерийлері: жаңа сөздерді біледі, жалпы есім мен жалпы есімді табады, жарнама жазады. Жаңа сөздермен таныс болайық. Әйгілі, знаменитый, қалалық, городской, мән, значение, қойылым, постановка, әуесқой, любительский, нысан, объект. Оқулықтың 137 бетіндегі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді оқып, жалпы есім мен жалпы есімді табамыз. Балалар, есімізге түсірейік. Жалпы есім дегеніміз имя нарицательное, жалпы есім дегеніміз имена собственные. Тыңдалым тапсырмасы. Қазір мәтін оқылады, сіздер оны тыңдап, одан кейін мәтінге сүйеніп жарнама жазуларыңыз керек. Ребята, вы должны, опираясь на текст, написать объявление про Шымбұлақ. Внимательно слушаем текст. Шымбұлақ кешені Алматы қаласындағы Іле алатауының баурайында орналасқан. Талғар асуындағы бұл спорттық кешен 1954 жылы ашылған. Содан бері тау шаңғысын сүйетін әуесқой және кәсіпқой спортшылардың сүйікті орнына айналған. Бұл кешен Еуразияның ең жақсы жарыс жолдарынан кем емес. Медеу мен Шымбұлақ арасында жүретін 4,5 шақырымдық аспалы жолдар салынған. Шымбұлақта қараша, мамыр айларында сноуборд тебуге болады, шаңғы тебуге болады. Бұл жерде сонымен бірге әлемдік жарыстар да өтеді. Ал жаз айларында қар жамылған тау баурайларында тамаша табиғатты көруге болады. Сондықтан бұл жерге туристер өте көп келеді. Шымбұлақ демалыс орны Алматы қаласының ғана емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышы десек те болады. Ребята, опираясь на текст слушания, напишите рекламу про Шымбұлақ. Оқушылар, сіздерге сәттілік тілеймін және кері байланыстарыңызды күтемін.